Бағдарламамыздың бұл санында Қазақстан бойынша бірегей шығарылатын бұйымдары еліміздің барлық дерлік қалаларында сатылатын отандық өнім туралы жан-жақты ақпараттарға ие боламыз. Сондай-ақ мұндай керемет бұйымдар жасап шығаратын техникалардың жұмысымен қолданылатын әлемдік деңгейдегі технология барысымен де танысамыз. Оңтүстік Қазақстан облысының оңтүстік еркін экономикалық аймағында орын тепкен Бал текстиль тоқыма фабрикасы 2012 жылдың 1 мамырында Қазақстан Республикасының үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының қолдауымен құрылған. 2013 жылдың қыркүйек айында жұмысы басталды. Өндіріс орнының жалпы алып жатқан жер аумағы 6 гектарды құрайды. Бүгінгі таңда Бал текстиль Түркияның Kartal Carpets компаниясымен бірлесіп жұмыс жасауда. Бұл түрік компаниясы әлемде түрлі көлемді, түрлі пішінді кілем бұйымдарын шығарудан 3-ші орында тұр. Әлемдік талаптарға сай жұмыс атқарып, тиісті деңгейде өнім шығаратын отандық фабрикамыздың тыныс-тіршілігіне ішінен үмітсіз. Бұл құрылғы кілем тоқитын станок деп аталады. Ең алдымен мұндағы жұмысшылар кілем тоқуға арналған арнайы жіптерді тартып, станокқа жалғайды. Жіптердің жалпы негізгі 8 түсі бар. Фабрикада шығарылатын кілем бұйымдарының барлығы түрік стандарттарына сай жасалатындығынан, кілем беттеріне салынатын кескіндер де әлемдік талаптарға сай дайындалады. Бұл шығармашылық жұмысты істеу фабрикадағы дизайнер мамандарына жүктелген. Олар тоқуға арналған жіптердің түстерін үйлесімді түрде қолданып, түрлі кілем суреттерін жасайды. Бүгін таңда фабрикада бұл дизайнерлерден бөлек отандық 14 болашақ дизайнер маманы дайындалуда. Олар түркиялық 2 дизайнер маманынан тәлім алуда. Оқытылып жатқан бағдарлама текзеп деп аталады. Сол бағдарламаны толық меңгерген соң, болашақ дизайнерлердің екеуі түрлі кескінді сурет салумен айналысса, қалғандары математикалық есептерге сүйеніп, кілем бетіндегі әр түк түйіндерінің көлемін өлшеп шығаратын болады. Дайын болған суреттер станоктағы компьютерге жолданады. Сол уақытта компьютерлік бағдарламаға болашақ кілем бетіндегі кескіндермен қоса, оның өлшемдері туралы бар ақпарат енгізіледі. Содан кейін кілем тоқу үдерісі басталады. Мұндағы кілемдер синтетикалық болып келеді. Тоқылған кілемнің әр шаршы метрінде тапсырысқа қарай бірде 352 мың түк, бірде 192 мың түк түйіндері болады. Кілем бұйымдарының бірінші түрі Тұран брендімен, ал екіншісі Алатау деп аталатын брендтен шығады. Түктердің барлықтарының биіктігі 12 мм болып келеді. Бұл сипаттамалар кілемнің қалыңдығы мен жоғары сапасының белгілерін білдіреді. Тоқыма құрылғысының тағы бір ерекшелігі, мұнда кілеммен қоса бір мезгілде жіңішке пішінді кілемшелер де шығарыла алады. Ені 4 метрді құрайтын станокта бір мезгілде 3-4 кілемше жасауға болады. Цехтегі әр станок тәулігіне 1200 шаршы метр кілем тоқиды. Оған бір мезгілде 10 мың жіп қолданылады. Бұл технологияның басты ерекшеліктерінің бірі жұмыс толық автоматтандырылған. Мамандар жұмыс барысында тек жіп таусылған кезде соғылатын дабылды естісімен жаңа жіп қоюмен ғана қатысады. Әр станокқа бір маманнан бекітілген. Айта кетерлік жай, мұндағы барлық мамандар Түркия елінен келген кілем тоқу саласындағы үздік мамандардан тәлім алып, арнайы оқудан өткен. Менің аты жөнім Ejder Bilgiç. Gaziantep қаласынанмын. Kahramanmaraş университетінде осы текстиль инженері мамандығы бойынша жоғары білім алғанмын. Талай жылдар бойы осы салада қызмет еттім. 2013 жылы осы фабрикаға инженер-технолог болып кіріп, мұндағы қызметкерлерді жаңа техникамен қалай жұмыс істеу керектігін, әлемдік деңгейдегі үздік технологиялардың түрлерін қолдануды үйреттім. Жалпы оқу курсы 6 айға созылу керек болатын, алайда қазақ бауырларымыз оқудың барлығын 3 ай мерзімінде керемет игеріп кетті. Мен шынымды айтсам, бір жағынан оқытушы ретінде қуансам, бір жағынан таңғалдым. Келесі кезеңге көшер алдында кілем өте жұмсақ болады. Оның сыртқы ықпалдарға қарсы төзімділігін көбейту мақсатында мына құрылғының көмегімен кілемнің артқы жағына ақсөл, яғни латекс жағылады. Фабрика қолданатын ақсөл Түркия елінен тасымалданады. Әлемдік деңгейде бұл латекс түрі жоғары сапалылығымен ерекшеленеді. Құрамының 80% су, ал қалған 20% ақсөлден жасалған кілеге қоспа жағылған бұйым келесі кезеңде Цельсий бойынша 150 градусқа дейін қыздырылған пешке жолданады. Одан шығысымен кілем бетіндегі қатпарлар мен майысқан жерлерін біркелкі етіп түзелету мақсатында үтік қызметін атқаратын аппаратқа әкелінеді де бумен үтіктелінеді. Үтіктеліп шыққан кілем түктерінің ұзындығын біркелкі етіп қырқатын, содан кейін тарап тазалайтын аппараттан өтеді. Құрылғы бірдей қызмет атқаратын 3 бөліктерден тұрады. Кілем сол бөліктердің барлығынан да өтеді. Бұл жасалынып жатқан жұмыстың сапасын жоғарылатудың бірден бір тәсілі болып табылады.
Сондай-ақ құрылғы толық жабылып, оқшауланған. Тазалау жұмыстары барысында бөлінетін қоқым сорғыш құрылғы арқылы құбырлармен шығарылып, ғимарат сыртында орналасқан қоқым жинайтын қалтаға салынады. Сол себепті бұл жұмыс барысы адам денсаулығына ешқандай зиян келтірмейді. Бұл кілем кесу аппараты. Мұны пайдаланғанда маман тек арнайы түймелерді басып, кесу пышағын кілемнің кесілетін жеріне қойып бағыттап отырады. Қалған жұмысты құрылғының өзі атқарады. Кесіліп шыққан кілемдер аппарат астында орнатылған арбаларға жиналады да, кілем артына фабриканың өзінің арнайы заттаңбасы жабыстырылатын құрылғыға жөнелтіледі. Мұнда заттамбаның артқы бетіндегі кілегейдің үстінен ыстық үтік бастырылады да, ол кілемге қатырылады. Оның үстіне код сыздықша жабыстырылады. Кілемнің жеке төл құжаты іспеттес заттаңба бетінде бұйым туралы барлық ақпарат жазылып тұрады. Келесі кезеңде кілем шеттері тігіледі. Бір аппарат тіктөртбұрышты пішінді, ал келесі бірі доға не дөңгелек пішінді кілемдердің шеттерін тігуге арналған. Мысалы, мына доға не дөңгелек пішінді кілемдердің шеттерін тігуге арналған аппарат қызмет туралы айтар болсақ, құрылғы орнатылған үстел бетіне мұқият қарап байқасақ, онда арнайы тесіктер бар екенін көре аламыз. Ал үстел астында ауа шығаратын сорғы орнатылған. Ол іске қосылғанда жоғарыға қарай сол тесіктер арқылы ауа үрленіп тұрады. Соның көмегімен үстелде кесіліп жатқан салмағы өте ауыр кілемдер оңай жылжытылып, оларды еркін қозғауға мүмкіндік туады. Айта кетерлік жай, мұндай ыңғайлы құрылғыны фабрикадағы мамандар өздері құрастырып жасап алған екен. Бұл кілем орау құрылғысы. Оның көмегімен кілем мен кілемшелер ұқыпты оралады да, дайын болған бұйым сырты келесі аппаратта қалың пленкамен қапталады. Осымен кілемдер сату үшін жөнелтілуге дайын. Жұмыс істеп тұрған 6 тоқыма станоктарының арқасында оңтүстік қазақстандық өнім ретінде бұл фабрикадан жылына 2.300.000 шаршы метр кілем шығарылады. Оның ішінде 777.600 шаршы метр көлемі шетелдерге экспортталмақ. 2014 жылы оған қоса әрқайсында 9 тоқыма станогынан болатын соңғы үлгідегі техникамен толық жабдықталған тағы 2 тоқыма цехы мен жіп өндіретін цех ашылмақ. Қосымша цехтердің құрылысы мен монтаждау жұмыстары ағымдағы жылдың көктем-жаз айларында толық бітеді дейді фабрика басшылығы. Бұрын соңды бізде Қазақстанда кілем саласы болмағандықтан, бұл салада жақын бір салада өндіріс болмағандықтан, біздің шикізатымыздың барлығын шетелден тасымалдауға тура келді. Енді Құдай қаласа бұл цехпен тоқтамай, бұл цехтың жанында өзіміздің осы кілем саласында қолданатын барлық жібімізді, шикізаттарымызды толықтай осы жерде өндірсек, бәрін бұл жерде өндірмесек те, үлкен бір негізгі қысымын осында өндіріп, қалғанын да осы қазақстандық өнімдерден қолдансақ па дегенде мақсатымыз бар үлкен. Тек қана жіп цехымен тоқтамай да, бұл тоқыма цехының қасына тағы да 6 тоқыма станогын 20-ға, одан кейін 25, одан кейін 30-ға шығаруды мақсаттап жоспарладық. Соның арқасында өндірілетін өнім мен жұмысшы басы да ұлғаяды. 2014 жылдың мамыр айында жіп шығаратын цехы іске қосылысымен өнімнің бағасы орта есеппен 20%-ға төмендейтін болады. Фабрика басшылығының айтуынша, бұл сапасы жоғары, ал бағасы қолжетімді кілем бұйымдарының Қазақстан аумағынан бөлек шетелдерде де үлкен сұранысқа ие болатындығының алғы шарттары. Сонымен қатар Балтекстиль дамуының стратегиясы бойынша көп ұзамай фабрика әлемдік нарықта да бәсекеге қабілетті отандық өндіруші болуды алдына мақсат етіп қойған. Сол бағытта қарқынды жұмыс істеп те келеді. Кәсібінің дамуына бар жағдай жасалған кәсіпорынға тек ендеше іске сәтте аламыз.